Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай абрикос вареньесі қосылған дәмді пирог дайындайтын боламыз. Видеомды ары қарай көрмес бұрын төмендегі подписаться батырмасын басып, қазақша каналымыздың дамуына үлес қосып, мені қолдай кетіңіздер. Комментария жазып, лайк басып, қолдай кетіңіз. Бізге керегі разрыхитель қосылған ұнның үстіне секерімізді, яғни қант ұнтағын қосып, сармайымызды салып, осыны сармайды осы ұнның ішінде езетін боламыз. Бізде осындай ұнтақ шықты. Осының үстіне бір жұмыртқамызды салып қамыр елеміз де, оны жарты сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Осындай қамыр дайын болды. Мен осындай бөлшегін алып қоямын. Қазір оны айналасына салу үшін. Қалған қамырымызды ыдысымызға салып, ыдысымызға ішіне жаятын боламыз. Яғни пирогымыздың астын дайындаймыз. Сіздер де осылай жасап көріңіздер, өте оңай жасалады. Осыны қамырды ыдысымыздың ішіне жаямыз. Енді жаңа қалған қамырымызды өстіп дайындап, ұзын етіп, дөңгелек етіп, айналасына өстіп салып шығамыз да, вареньемізді салып, осылай дайындаймыз. Оның үстіне осындай тағы да ұзындау қамыр етіп, жайып, үстіне қойып шығамыз. Міне бізде осындай болып шықты. Достар, видеом ұнап жатса, төмендегі подписаться батырмасын басып, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Міне менде осындай пирог дайын болды. Өте дәмді шығады. Видеомды көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.